осы қосылған жылдары біздің махаббатымызға, біздің өмірімізге басқа сырттағы ел тұрмақ, өз туыстарымыз да сенген жоқ еді. Қазір топ та көп, әнші де көп, иә? Қазақтың қазіргі сахнасына не жетіспейді сіздің ойыңызша? Ән айта қош десе, кәдімгідей күндіз түні бір тынбай дала кезген шапқылап, құмар едім өзіңе бала кезден ақ бұлақ деп өлмейтін, ескірмейтін Бәкір Тәжібаевтай ғұламалардың әндерін айтқан болсақ, қазір ән айта қош десең, ол не, бұл кім деген бір көптеген сұрақ белгілері туындайтын әндер. Ол да сіз сияқты өнер жолын таңдаса? Шынымды айтайын, баламның, оның үстінде қыз баланың өнер жолын таңдағанын мен қаламаймын. Армысыздар ардақты ағайын, мінекей эфирде бір сұрақтың кезекті саны. Бүгін бізде қонақта танымал әнші, көп балалы ана, кәсіпкер Қарақат Әбілдина. Қарақат ханым, сіздің ойыңызша заманауи қазақ қызы, қазақ келіншегі қандай болу керек? Енді қазақта бір тамаша сөз бар ғой. Әйел сұлу көрінер азаматымен, еркек сұлу көрінер қазанатымен дейді. Түсіне білген адамға ер азамат жалпы әйел затының мына дүниедегі қанаты, шын дүниедегі жәннаты ғой. Сондықтан да неге әңгімемді осыдан бастап отырмын? Себебі шыны керек, бүгін махаббат болып қосылып, ертең ажырасып жататын, сол махаббаттарын баянды ете алмай жатқан, қадірін түсіне алмай жатқан жастардың қатары көп. Сондықтан да қандай болу керек? Көбіне біз айтып жатамыз, әйел зат, қыз бала қырық шырақты, әйел ақылды болған кезде, әйел дана болған кезде, ол тек қана бір баланы дүниеге келіп, сол баланы ғана тәрбиелемейді. Жалпы әйел ол ұлтты тәрбиелеуші, қоғамды тәрбиелейтін, үлкен оның қоғамда рөлі ерекше, ерен ғой. Сондықтан да қандай болу керек? Ақылды болу керек әрине. Қандай болу керек? Ол қазақ деген халыққа тән, ибалы, инабатты, жан-жағына қарай білетін, мынау айтады ғой, 5 күндігін ойламаған әйелден 5 жылдығын ойламаған еркектен без демекші, алдына ойлайтын, не болатынын болжайтын, қандай да жағдайда сол өмірдің берекелі болуы, мәнді, сәнді болуы көбіне шыны керек әйелдің, біздердің қолымызда. Сондықтан да бір қазақ деген қызға тән, қазақы тәрбие қазір әлсіздеу деп айтсам енді қателеспейтін шығармын. Көбіне балалар енді оған кінәлі емес шығар, көбіне жастар қаланың тәрбиесін көріп, шетелдің мәдениетіне еліктеп өсіп келе жатқан жастарды көп байқаймыз. Ал енді мынау қазақтың, ауылдың тәрбиесі деген тәрбие, ол жерде барлығы бар. Ол жерде үлкенге құрмет, кішіге ізет, төзімді, сабырлы болу, отбасының ұйытқысын, берекесін келтіру, бала шағасына үлгілі ата-ана бола білу, сөзбен емес, іспен. Осының барлығысы ауыл тәрбиесінде үлкен ата-әжелердің мектебі дейміз ғой. Соны көріп өскен, мысалға біздер, мен өз басым тәуба деймін, өзімді бақытты сезінемін. Мен көп дүниені сол ауылдан үйрендім. Ауылдың тәрбиесі маған осы өмірде мықты болуыма, күшті болуыма, алда болуыма көп өз ықпалын, өз әсерін тигізіп келеді. Сондықтан да жастар шет елге көп еліктемес екен деген тілегім бар. Біздің өз төл мәдениетіміз, өз салт дәстүріміз, әдет ғұрпымыз, тіліміз барлығы өте бай халықпыз. Сол байлығымызды, сол құндылығымызды жоғалтпасақ екен. Біз соны жоғалтпаған кезде, керісінше бар білгенімізді біле түссек, үйрене түссек, білмейтінімізді көру арқылы, іздену арқылы біле отырып келесі ұрпаққа жеткізе алсақ, сол кезде біз ұлт ретінде өсеміз, дамимыз, өркендейміз, өкінбестей өмір болады. Ал енді өз мәдениетімізді, өз салт дәстүрімізді жауып қойып, тек өзге ұлттың дүниесіне, мәдениетіне еліктеп өсетін болсақ, біз әрине үлкен сол жерде қателіктер кетуі мүмкін әртүрлі. Осы жерде сөзіңізді бөлейін, сіз жаңа бір үлкен мәселенің басын бастап кеттіңіз. Ажырасуға байланысты өзімнің көкейімде де тұрған сұрақ еді.
Мысалы бақытты жанұя болу, мысалы сіздің жанұяңызды біз үлгілі отбасылардың біріне жатқызамыз, иә? Қыдырәлі ағаңыз бен өзіңіз көп балалы жанұясыздар. Жалпы бақытты жанұя болудың кілті неде? Мысалы қазір шынымен де жастар көбінесе ажырасып жатыр. Жастарға мүмкін берер бір кеңесіңіз? Жалпы бақыт қандай жерге ұя салады? Бақыт тазалық бар жерге, сенім бар жерге ұя салады. Сондықтан да айтатын едім, осы ерлі зайыптың арасындағы түсінік, екеуінің арасындағы махаббат қай уақытта мәңгі ұзағынан болады. Егер ол екі адам бір-біріне кәдімгідей сенген жағдайда, екеуінің сезімдеріне кірбің түспейді, қандай жағдайда, екеуінің арасында бір-бірінен бір құпия сыры болмай, кез келген тақырыпты, жан дүниесін ақтарып айта алатын, оны жанындай көріп, досындай сырласа алатын, ең өмірдегі жақын адамына айналдыра алған кезде, ол екі адамның арасынан ешқандай да қыл өтпейді. Мен бүгінгі таңда, әрине біз осы қосылған жылдары біздің махаббатымызға, біздің өмірімізге басқа сырттағы ел тұрмақ, өз туыстарымыз да сенген жоқ еді. Біріншіден Қыдекеңе өнер адам деп қарады. Ал өнер адамының жеңіл жүрісті, ұшарын жел, қонарын сай білген деп қарағаны рас. Бірақ біз сол сенімсіздіктердің барлығына өз өміріміз арқылы жауап беру керек екенін сол кезден-ақ ұқтық. Яғни біз тұрмысқа шығып мен үйленген кезде, алғаш сол кездің замандарда, мен сізге айтайын, 99-ның аяғы 2000-ның басыма, сол жылдары жалпы мынау ақ некені мешітте қию, Алланың үйінде бір-бірімен серттесу деген дүниенің, заңның енді қолға алынып жатқан уақытында, сол біз алғашқылардың бірі болып мұсылманша некемізді қиған екенбіз. Сол Алланың үйінде ақ суды ішіп тұрып, ақ дәмнен алып тұрып, Алланың үйінде бір-бірімізге ант еткен едік. Адал болуға, бірге болуға, қандай өмірдің қызығына да, шыжығына да, суығына да бірге тоңып, бірге өтеміз деген осындай бір үлкен Алланың алдындағы ант беру деген, ол үлкен қара түсінген адамға, үлкен аманат қой, бір-біріңе осындай бір серттесу деген. Сол періштелеріміз әумин деген, болар сол сертімізде тұрып келеміз. Яғни айтпағым, барлығы бір дайын асқа қасық боп келді Қарақат. Барлығы бұның өмірінде дайын болды, ешқандай ештеңені ойлаған жоқ, ешқандай бір таршылық, материалдық жағынан, басқа жағынан көрген жоқ. Дайын дүниеге топ ете қап, сол балда шомылып жүр деп танитын, көретіндей көрермендеріміз жоқ емес. Лайым солай болсын, солай ойла, ол жақсы ой негізі. Ал бірақ әрбір ерлі зайыптың өмірінде өз қиыншылығы болады. Қиыншылықсыз жалпы бұл өмірде жетістікке, бақытқа жету, қол жеткізу мүмкін емес. Пенде болып жаратылғаннан кейін біздің барлығымыздың өмірімізде бір ұқсас, кәдімгі күйбең тірлік, кәдімгі өмірмен, бақытпен күресу, соның жолында түрлі сынақтар болады. Соның барлығысынан бір адамдай бірге өтіп келеміз. Ең басты менің әйел ретінде сондай атақ, абыройы, лауазымы, құрметі бар Қыдырәлі азаматқа тұрмысқа шыққанда мен ешкім емес едім, мен Қарақат әнші емес едім, мен консерваторияның студент едім, 3-ші курста оқитын. Оң солымды танымаған, былайша айтқанда, бірақ сол Қыдекеңге тұрмысқа шыққаннан бастап, мен ол кісінің жүрегін немен жауладым деп өзіме кейде көп сұрақ қоям. Сол кезде Қыдекеңнің айтатыны, ол менің пәктігім, тазалығыммен, адалдығыммен. Мен еш уақытта Қыдырды біреуге жамандап, не болмаса бір сенбей, не болмаса бір сыртынан біреу өзі отбасылық өмірімді басқа бір жерде әңгімелеу, достармен жиналып алып, отбасылық өмірлерін талқыға салып отыратын қыздардың арасында бір тән дүние бар ғой. Сол арқылы іштегіні шығарып жатырмыз, жеңілденіп жатырмыз дейді, ол дұрыс емес. Мен сізге айтайын. Ол жаңсақ дұрыс емес пікір. Сіздің жанұяңыз, ол сіздің әлеміңіз, ол әлемге сырттан ешкім кірмеу керек. Ол әлем саған ғана мәлім, саған ғана түсінікті. Ол әлемнің кілті сенің қолыңда, сен оны көрінген адамға аша беруің, кіргізе беруің, ол сенің
өміріңнің шайқалуын алып келеді. Даму медиа мектебі тек қазақ тілді балаларға арналған Маңғыстаудағы тұңғыш білім ордасы. Медиа мектепке 4-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін оқушылар қабылданады. Ораторлық шеберлік, журналистика негіздері, актерлік шеберлік, болашақ тележүргізуші, радио жүргізуші курстарына қазақ тілді оқушыларды асыға күтеді. Егер балаңызды кез келген ортада, сахнада, камера алдында өз ойын еркін, ашық жеткізе алғанын, жан-жақты дамығанын қаласаңыз, Даму медиа мектебі таптырмас білім ордасы. Орындар шектеулі. 8775 068 02 42. Қазіргі таңда көп балалы анасы, оның үстіне сіздің жанұяңызда ер балалар, иә? Жалпы ер балалардың тәрбиесіне келетін болсақ, сіз не нәрсеге аса мән бересіз? Ер баланың тәрбиесі деген менің маңдайыма жазған тағдырдың несі, бұйрығы, бағы, осындай азаматтарды дүниеге әкелу болса, сол ұлдарым арқылы өзім тәрбиеленіп келе жатырмын. Яғни ер баланың алдында мен үйде осы күнге дейін жалғыз қыз, жалғыз гүл болған болсам, үнемі азаматтарымның алдында мен бір нәрсені жақсы ұғамын. Осы өз ұлдарымның болашақ таңдайтын жарын, ол өзінің анасының бейнесіне қарап талғам қалыптастырамын мен. Әйелге деген талғам. Мен соны жақсы ұғамын. Сондықтан да мен үнемі ұлдарымның алдында жинақы жүруге тырысамын. Әрбір айтқан сөзім, әрбір істеген қылығым. Өйткені мен ана ретінде баламның болашағына бейжай қарай алмаймын. Оның ертеңгі таңдайтын жарының қайнененің топырағынан дейді. Анасына ұқсап тұруы да заңдылық сияқты көрінеді. Сондықтан да менің баламның талғамы дұрыс қалыптасса екен деп ойлаймын. Оны сөзбен емес, іспен көрсетуге тырысам. Сондықтан да ұлдарымның және де ер мінезді еркекке тән қасиетпен өскенін қатты қадағалаймыз, және жаратқанға шүкір, әйтеуір бір майысып, етіп, жуас, үзілейін деп отырған ер балаларды көргенде, енді әрине әр адамды өз табиғатымен жаратады, дегенмен де көп нәрсе тәрбиеге байланысты. Әкесінің айтатыны: өзің тиіспе балам, тиді ме? Аянба, аяма. Жақсылап тұрып бер, дейді. Ол деген не деген сөз? Барып біреудің басын жұлып, күнә жаса деп отқан жоқ. Өзің тиме ең бастысы. Ал ол деген жақсы тәрбие. Ол дұрыс. Сол сияқты, иә? Сол сияқты әкесінің сондай ақ мынау ананы құрметтеу, зер жай гүлді былай бере салуға болады. Жоқ, сен анаңа гүл бергенде балам, зерлеп отырып бер. Тізеге отырып, жақсы тілегіңді айтып бер, дейді. Ол әкесінің мықты тәрбиенің бірі. Мысалға, бізде жігіттер қазір тек жүрегін ұсынар кезде ғана, тұрмысқа шығасына дегенде ғана тізерлеп гүл ұсынады. Сен азаматсың балам, анаңды құрметте, анаңа тағзым, содан кейін барып қалғаны бола жатады деген сияқты. Сондықтан да менің шүкір Аллаға, өзінше мінезі бар, әрқайсысы өзінше бір бөлек табиғаты бар. Ең бастысы ер азаматқа тән, және тәрбиесі оның міндетті түрде қазақша болу керек. Міндетті түрде, енді бізден Қыдекең екеумізден орысша сөйлеген не болмаса, сөзді қойыңызшы, енді ол тіл білгенде тұрған ешқандай не жоқ. Әр жақ дүниесі, көргені, тегі дейміз ғой. Ол нағыз қазақты тәрбиелеп өсіру, ол негізгі біздің басты, ол біздің арымыз, намысымыз. Егер ұлдарымыз қазақ деген ұлы халықтың қасиетін бойына, әдет ғұрпын сіңіріп өспеген болса, онда не үшін ана, не үшін әке атанып отырмыз. Ол жағына біз енді бір адамдай қатты қараймыз. Сіздер көбінесе енді гастрольмен жүресіздер. Қызыңыз кішкентай, бала тәрбиесінде сізде енді көмекшілер бар шығар, жалпы кімге сене аласыз? Сенімді көмекшілерсіз біздің жұмыста мүмкін емес. Сондықтан да өте сенімді, тұрақты, бізбен бірге отбасымыздың бір мүшесіне айналған көмекшілеріміз бар. Сәуле есімі, Бауыржан, осы екі көмекшіміздің арқасында біздер қазір әнімізді айтып, сыртта өз тірлігімізді дөңгелетіп жатырмыз. Осындай жақсы адамдардың арқасында. Ал ол адамдардың жақсылығын біз қалай білеміз? Ол балаларымыз арқылы білеміз. Бала деген періште, ол таза. Баланы еш нәрсемен алдай алмайсыз. Екінші анасындай үзіліп тұрады. Күнделікті жұмыстан қайтып баратқанда осы аяғына оратылып, құшақтап жібергілері келмей тұрады. Міне, мен айтамын, сенің еңбегің
сенің қандай адам екеніңді мына бала періште бағамды біліп тұр, беріп тұр. Сондықтан да ал ондай адамдарға біз өзіміздің балаларымызға қалай қарасақ, өз туғанымызға қалай қарасақ, одан артық қарамасақ кем қарай алмаймыз. Жалпы өнерге келетін болсақ, қазір топ та көп, әнші де көп, иә? Соған қазақтың қазіргі сахнасына не жетіспейді сіздің ойыңызша? Ыңырсыған әндер, тағы да мынау Корей халқының киім кию үлгісі, олардың ән айту, бір Кей-поп бағытында жастар. осы бағыт қатты бір жастарды елтіп тұр қазір. Өзіміздің нағыз саф таза қазақы үніміз, әдемі бояуымыз, жайлап басқа қазіргі мынау ән айту нақышының өзі басқаша болып бара жатыр. Аңырсып айту, шиқылдау, жіңішке қылып, Еліктеу көп, иә, бізде? бір бізге тән емес әнді жеткізу мәнері. Сол қазір бір керемет мода дейміз бә, сұранысқа ие дейміз дағыны, ал қазіргі кішкентай балаларға, мысалға кезінде біздерге кішкентай мектеп қабырғасында оқып жүргенде ән айта қойшы десе, кәдімгідей күндіз түні бір тынбай дала кезген шапқылап, құмар едім өзіңе бала кезден ақ бұлақ деп, не болмаса осындай бір аталарымыздан, аналарымыздан естіген әндерді, өлмейтін, ескірмейтін Бәкір Тәжібаевтай ғұламалардың әндерін айтқан болсақ, қазір ән айта қойшы десең, кілең жаңағыдай не сөзін ұқпайсыз. Және де айту мәнері де бір қазақ деген халықтың әуен емес, халық әндеріне мүлдем ұқсамайтын бір әндерді жастар айтады. Ол не, бұл кім деген бір көптеген сұрақ белгілері туындайтын әндер. Мен ешкімді бұл жерде сөгуден, талқылаудан аулақпын дегенмен де, шіркін, қазақтың мың әні, мың күйі, тіпті одан да көп бай қазынасын үстіп жоқ қылып алмаймыз ба? Жыр термелеріміз. Сіздің елде, Маңғыстау елінде Аллаға шүкір, небір дарындар өзінің киім кию үлгісі болсын, ән айту мәнерінде барлығында сол бояуын жоғалтпай, бірден бір осы қазақ халқының керемет дәстүрін паш етіп келе жатқан бірден бір өңір, ол сіздің өңір. Осы мүмкіндікті пайдаланып алғысымды да білдіргім келеді. Сондықтан да біз барлығымыз атсалысуымыз керек. Әр жан иесі осы, сондықтан да біз мінекей мектеп ашып жатырмыз. Оны біреу бизнес көздеп түсіну мүмкін, кешіріңіз. Ол бизнес көзінен гөрі бұл жердегі біздің көздеген мақсатымыз. Ол қазақтың төл өнерін кішкентай жас буын ұрпаққа жастайынан санасына сіңіру, үйрету, қызығушылығын арттыру. Олай болса, біздің міндет мақсатымыз орындалып келеді. Қазір ешкім танымаған, білмеген жетеген аспабына сұраныстың қандай екенін көрсеңіз. Күні кеше 50 бала сахнаға шығып сонымен күй тартып ән айтты аспаппен. Сол сияқты әр адам білгенін ғой. Мен сондықтан да миссиям деп ойлаймын. Осы кезінде консерваторияны бітіргенде орындаушы тире ұстаз деген қызыл диплом алған болсам, сол кәсібімнің өз міндетімді атқарып келе жатырмыз. Тәуба, 3 қалада мектеп бар. Ол қаланың ең басымдылық жасайтын тұсы ол өзіміздің ұлттық өнер, ұлттық аспап, халық әндерін жас ұрпақтың санасына сіңіру. Ал ол балалар ол әндерін мүлдем өнер жолын таңдай ма, таңдамай ма. Ол тіпті шетелде тұрып жатса да, ол балалардың жастайынан үйренген сол үн, сол қазақтың қоңыр домбырасы жеткенінің үні, ол мәңгі жүректерінде сақталады. Қазір енді кез келген оның үстіне өнер адамын әлеуметтік желілерсіз, ондағы белсенділіксіз елестету мүмкін емес. Бірақ оның да бір кері әсері бар ғой, иә? Біздің өміріміздің барлығын сіз кім, не жедіңіз, не іштіңіз, қайда жүрсіз, кіммен отырсыз, бәрін халық біле отырады. Сонда сіз қаншалықты өзіңіз белсенді пайдаланушысыз, мысалы, өзіңіз шынымен де отырасыз ба? Иә, менің өз парақшамды өзім жүргіземін. Бұрын белсенді емес едім, қазір енді уақыттың өзі, заманның өзі соған енді тәуелді қылып тұр ғой. Яғни біздің бұрын телевизор арқылы, радио арқылы кім қай жерде қандай концерт берейін деп жатыр, жаңа туындысы қандай, шығармасымен танысқан болатын болсақ, қазір елде уақыт жоқ, телевизиялар да қарамайды. Көбіне бәрі қолда, смартфон, телефонда
біздің шығарқан жаңа әніміз болсын, тігілген жаңа костюміміз болсын, жалпы жаңа туынды, жаңа дүниемізді біз халыққа айтқымыз келген, үндегіміз келген жағдайдың барлығысын біз осы өз парақшамыз арқылы жарнамалаймыз. Оның жақсы да тұсы бар, өзіңіз айтқан екінші де жағы бар. Ол тым қарапайым көрермен сіздің жеке өміріңізге тым жақындайды да, талқыға салады, өзіңіз айтпақшы жаңағыдай әртүрлі пікір жазады. Бірақ оған қатты көп мән бермеу керек. Егер оған мән беріп, оның әрбір жазған сөзіне қадағалау да мүмкін емес. Шаршап кетесіз. Әрі кетсе бір 10-на жауап берерсіз. Ал енді 2,5 миллион көрермені бар, мысалға тыңдар оқырманы бар мен үшін, мен барлығын дерлік оқуға уақытым жоқ. Сіз жарнамамен айналысасыз ба әлеуметтік желіде? Көп айналыспаймын. Егер айналыссам, салған болсам, ол маған кәдімгідей өзім көзім жеткен, өзіме ұнаған, және артына жазам, кәдеңізге жараса. Алыңыз. Кейбір жұлдыздардың соған байланысты өзінің бағалы қойылымдары бар, мысалы мен 50 мыңға шығарамын, 80 мың, немесе маған мынандай бриллиант беріп. Сізде сондай ставка дейді, ол ставкаңыз бар? Ол оқырманның санына байланысты болады. Және оны қоятын біз емес, ол кәдімгі, ешкімге де ол жасырында емес. Миллионның үстіндегілердікі 500 мыңнан басталса әңгімелері, 2 миллионның үстіндегілердікі миллионнан басталады деген сияқты. Содан кейін оны қадағалайтын директор, администраторлар бар. Ондай сауда саттықпен мен енді тіпті сөйлеспеймін. Жалпы мен барып қызмет етіп тойларда жүрсек те, қаражат, алу, беру мәселесімен еш уақытта айналыспағам. Менің бір өзіме ұнайтын жері де осы жұмысымның. Еш уақытта мен айтылған жерге барам, өнерімді көрсетем, кетем. Оның сыртындағы алыс, беріс, гонорар, кімге қанша төлеу, ол менің жұмысым емес. Құдайға шүкір, ол үшін маған жұмыс жасап жатқан адамдар бар. Солар өздері келіседі. Ұнатпайтын қасиеттер бар ма? Үнемі көңіл толмаушылық. Сыртқа бәрі жақсы көрініп тұрады, менің жасаған тірліктеріме көңіл толып жатады, бірақ мен өзімнен міндетті түрде мін табам. Менің ол көңілімнен шықпайды. Ол енді кейде өз ойлаймын, шүкір тәуба дейтіндей жағдай ғой, не болды дегендей. Бірақ сонда да бір көңіл талмаушылық болып тұрады. Білмеймін енді ол... Яғни өскіңіз келеді, бұдан да жақсы жасай алатыныңызға өзіңіз жететін болып тұр ғой. Иә, ол бар енді. Сосын енді көңіл толмайды дегендей алып баратқан қандай көңіл толмаушылық. Енді оны сырттағы мені білетін адамдар айтқан дұрыс шығар, негізі өзіме бір сол көңіл толмаушылық дегеннің ішінде үнемі өзіме сын көзбен қарау ғой. Үнемі өзіме сын көзбен қарау. Көп балалы ана бола тұра, өзіңізді әйел ретінде, әйелдердің барлығын қызықтыратын сұрақ, формада қалай ұстайсыз? Оның үстіне сахнаға шығасыз. Фигурамен арпалыс сіздің бойыңызға тән бе? Әлеуметтік желіде өте көп маған жеке келетін хаттар. Сіз экослим ішіпсіз, сіз бір беле слим, андай шай, мындай таблетка ішіпсіз, сол арқылы сіз осындай керемет топсыз, соның сырымен бөлісіңізші, сіз айтқаннан кейін біз де алып ішіп едік, одан сайын жағдайым жаман болып кетті деп жазады. Не деген өтірікшісіз, жарнамаға бәрін сатқансыз, енді біреу қаралап жатады, табалап жатады, жазып жатады, айналып кетейін көрермен. Менің парақшамда сіз мен осындай дүние ішкеннен керемет арыдым деген бір жарнама көрдіңіз ба? Ол мынау не деген жаңсақ пікір, не деген мынау ақымақ адамның ойы. Бір таблетка, бір шай іше сап, адам деген артық салмақтан арылдым деген енді санасы бар үлкен адамның ойы емес қой. Тіпті күлкілі жағдай ғой. Неге алданасыздар? Мынандай заманда әркім өзінің жарнамасын көрсету арқылы күнін көріп жүрген заманда неге алданады халық? Неге ізденбейді көз ашық халық қайда? Мен таң қалам, мен тамашамын. Бірнеше рет ол туралы жаздым. Айналып кетейін оқырмандарым. Сенбеңіздер, мен болып түрлі жарнаманы, олар да менің ізімнен түсіп алған қоймайды. Мен бір керемет дене бітім фигураммен көрермендердің жүрегін жаулап жүрген әнші сияқты. Еш уақытта мен фигураммен көрермендердің жүрегін жаулаған адам емеспін. Мен үшін ол маңызды емес. Егер мен көрерменнің жүрегіне жол тапсам, ол өз әніммен, өнеріммен, өміріммен. Мен білмеймін. Олар мен енді алаяқтар деп атайықшы оларды.
сыртта менің атымды жамылып сондай әрекет жасап жүрген. Ұрысуға да, соттасуға да уақытым жоқ. Бірақ соларға сеніп, сол алаяқтарға иланып, соны қайталап жүрген көрермендерге енді жаным ашиды шын мәнінде. Мен түсінбеймін, мен түсінбеймін, ұят, өте ұят. Даму медиа мектебі тек қазақ тілді балаларға арналған Маңғыстаудағы тұңғыш білім ордасы. Медиа мектепке 4-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін оқушылар қабылданады. Ораторлық шеберлік, журналистика негіздері, актерлік шеберлік, болашақ теле жүргізуші, радио жүргізуші курстарына қазақ тілді оқушыларды асыға күтеді. Егер балаңызды кез келген ортада, сахнада, камера алдында өз ойын еркін, ашық жеткізе алғанын, жан-жақты дамығанын қаласаңыз, Даму медиа мектебі таптырмас білім ордасы. Орындар шектеулі. 8775 068 02 42. Сол? Қазіргі әйелдердің мысалы лидер болуы, кәсіпкерлікте болсын, басқа салада болсын, карьераға көп мән беріп жатады. Соған сіздің көзқарасыңыз қалай? Былай қарағанда, ол біздің менталитетімізге былай қарағанда жат, бірақ пысық қазақ қыздары көп қой. Жат екен деп заманына қарай адамы дейді. Мына өмірдің өзі қол қусырып отыратын емес қой, алма піс, аузыма түс дейтін заман емес. Кезінде әкелеріміз табыс тапты, ойда қырда жүрді, сырттайы. Аналарымыз сол әкеміздің әкелген табысын үнемдеп, жылда балаларын дүниеге кеп, барлығын берекесін келтіріп отырған болса, ол заман қайда? Мал бағып, ауылда кең өмір. Қазір нағыз күйбең тіршілік, өмір күрес, күресіп, жанталасып. Ал кім үшін ол? Не үшін оның бәрі? Өсіріп отқан ол қыздарыңды аяғынан тік тұрғызып, ата-аналық парызыңды, борышыңды өтеу. Ешкімге телміртіп қолын жаймаса екен, әр қайсысына өзінің ата-аналық тәрбиеден тыс, сен оны қамтамасыз етуің керек. Өмір сүру арзан емес қой. Қазір баяғы кең заман қайда. Кішкентай ғана ақша 5000 теңгенің өзіне талай дүниені сатып алып, соның рахатын көруші. Қазір 5000-ға не келеді, айтыңызшы? Біреудің үйіне жай кіріп шыққан кезде сіз 10.000-ның өзі аз. Ол не келеді 10.000-ға? 1-2 сүт, 1-2 нан, май, тағы бірдеңе болды. Мысалға. Ол не деген сөз? Қазір ондай заман емес. Азаматым не әкеледі деген бүгін соны күтіп. Қолынан келе ма? Көмектес. Ауыртпашылық түсіре бермеу керек бір адамның басына. Бірақ сенің ол белсенділігіңнен отбасың зардап шекпеу керек. Жарыңның алдындағы өз міндетіңді орында, бала-шағаңның алдында өз парызыңды өте. Содан кейін уақытың, күш қайрат, жігерің тасып тұрса, қолыңнан келіп тұрса, кәсіп ет, жаса, мысалға. Сондықтан да ал азаматыңның алдына өзіңді қойып, оның алдына шығып, мысалға, табыс тауып атқан мен, сенен гөрі мен жоғары табыс тауып атырмын деп бір сондай жағдай өзі көбіне іріткі түсіріп, отбасының бір шайқалуы, осындай бір материалдық жағдайлардан көп болмай жатады. Ол қате түсінік. Бұл жерде әйел ақылды болу керек тағы да. Жақсы әйел табысты ер азаматынан тіпті көп тауып атқан жағдайдың өзінде отағасының арқасы деп отыру керек дейсіз. Оны айтуға ол өте өрескел. Ол Аллаға да ұнамайды, ол қасиет, ол қылық. Сондықтан да жалпы мынау имандылық әлсіреген кезде адамның бойында көптеген қателіктерге бой алдырады. Көптеген қателіктерге. Сондықтан мен тілер едім, мен айтар едім, қолымыздан келгенше жалпы жаратқаннан тілеймін, иман байлығын нәсіп ет. Дүнияуи емес, иман байлығын. Иман ішкі рухани дүниең бай болған кезде, иманың мықты болған кезде, сен көп дүниеге басқаша қарай бастайсың. Мына дүнияуи болмаш тірліктің бәрі саған өте күлкілі көрініп тұрады. Ол сен үшін маңызды емес. Байлық емес, иә. Сол кезде сен өмірге деген көзқарасың өзгереді. Сондықтан да ішкі әлеміміз бай болсын. Ал оны байытатын өзіміз. Ешкім ол байлықты әкеп сізге құйып бермейді. Әрекет жасау керек. Көп оқу керек, көп іздену керек. Және басты құндылық ол сенің отбасың, ол сенің жарың. Кім мен қарайдың соны мен ағар дейді ғой қазақ. Сол
алғаш қосылған сол жарыңның қадірін біліп, өз бақыт деген шанс дейді ғой, өмірде 2 рет берілмейтін сияқты ғой адамға. Сол берілген дүниеңді қадірін біліп қастерлей алдың ба, жарайсың. Ал қолымды мезгілінен кеш сермедім болып, ай, бұл жолы болмады ма, келесі жолы болады деп. Ол болмауы мүмкін. Сіз қызы болуды көп армандадыңыз, иә? Мына көйлектердің бәрін кім киеді дегендей бір, иә? Сол қызыңыздың болашағын сіз қалай елестетесіз? Ол да сіз сияқты өнер жолын таңдаса, сіз батаңызды берер ме едіңіз? Слух деген енді керемет. Мен бір әуенді айтсам, сол әуен тура сол күйінде бірге толмаған бала өзіме қайтарған кезде кәдімгідей селк ете қалам. Музыкальность дейді ғой. Бірақ шынымды айтайын, баламның, оның үстінде қыз баланың өнер жолы таңдағанын мен қаламаймын. Есейген сайын адамның өмірге деген көзқарасы өзгереді екен. Ол қыз бала, оның өмірге келгендегі миссиясы өте қолынан барлығы келетін ақылды дана жар болу, жарына серік болу, дүниеге бала ұрпаға келетін дана ана болу. Ал өнер деген нәрсе бұзып, жарып тұрған бір таланты болатын болса, кәнекей. Ал енді арнайы баламды осы өнерге бейімдеп, оны жастайынан сахнаға, білмеймін, сол сахнаның дәмін татқан адам ретінде, осы өнердің қазанында қайнаған адам ретінде, оның өз ауыртпашылығы, өз қиындығын жақсы білетін адам болғаннан кейін, мен баламның өте иманды, өте білімді, өте көз ашық, жан-жақ талантты, қолынан барлығы келетін, менің қолымнан келмейтін көп дүниелерді әттеген ай осыны үйренбедім ау мен. Мен ағылшын тілін білмеймін. Мысалы, мен керемет тоқу білмеймін. Мысалы, сондай сияқты мен білмеген нәрселердің барлығын қызым білсе, мен оны жастайынан соған үйретсем, тоқысын, кесте тоқу, тіл білсін, көп қой, үйренем білем деген адамға. Жиі пайдаланатын сөзіңіз қандай? Жиі пайдаланатын сөзім ба? Алла қаласа. Ал сіз үшін ең маңызды сөз? Сол барлығы жаратқан Алланың өзі барлығы бір жапырақ Аллахтың әмірінсіз жерге түспейді екен. Адам мен адамның, сіз бен менің бүгінгі жүздесуім, осының барлығы, адам мен адамның дос болуы, сыйлас болу, араласу барлығы жаратқанның сызуымен, бағытымен болатын шаруа. Сондықтан да адастыра көрме жаратқан ием, еш уақытта жолымнан адастыра көрме, күш қуат бере көр, қайырлы ұрпақ сүйгізе көр. Әрбір ананың тілегі сол сияқты, қайырлы ұрпақ сүю. Даму медиа мектебі тек қазақ тілді балаларға арналған Маңғыстаудағы тұңғыш білім ордасы. Медиа мектепке 4-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін оқушылар қабылданады. Ораторлық шеберлік, журналистика негіздері, актерлік шеберлік, болашақ тележүргізуші, радио жүргізуші курстарына қазақ тілді оқушыларды асыға күтеді. Егер балаңызды кез келген ортада, сахнада, камера алдында өз ойын еркін, ашық жеткізе алғанын, жан-жақты дамығанын қаласаңыз, Даму медиа мектебі таптырмас білім ордасы. Орындар шектеулі. 8775 068 02 42. Енді ең маңызды бір сұрағым, Қарақат өзін 15 жылдан кейін қалай елестетеді? Білмеймін, 15 жылдан кейін мен барым ба, жоқпын болып жаратқан Аллаға аян. Сондықтан да тым үйтіп асыра сілтеп, мен 15 жылдан кейін осындай болам деп айтып отырудың өзі кішкене бір томпақтау шығар. Сондықтан да өзіңізді бірақ қалай елестеткіңіз келер еді? Елестеткім болғанда мен міндетті түрде
15 жылдан кейін мен 50-дің 5-еуінде болады екенмін, иә. Мен міндетті түрде сол жасыма сай, сол жасыма лайықты өмір сүруге тырысам емес, мен солай өмір сүремін, бұйырса, Алла нәсіп етсе. Ол қандай өмір? Ол кәдімгі толысқан шақ қой адамның. Ол кезде мүмкін жаратқан маған немере сүйгізер ме екен, тұңғышымыз үйленер ме екен. Қалай болғанда да мен әже атанам бекен, бәрі жаратқан қалауымен, дегенмен де мен сол данагөй ана, қасиетті әже бола білуде үлкен жауапкершілік адамға. Қазір өзінің қасиетінен айырылған үлкен кісілерді көрген кезде қарның ашып қалады. Біз енді көпшіліктің арасында көп жүреміз, той жиында көп жүреміз. Сол кезде жасы 70-ге таяқ баған үлкен кісілерді көресің, шашын әртүрлі түске бояп, қатты боянып, тым ашық киініп, әлі де болса осы қартайғысы келмей, бір табиғатқа қарсы шығып жүрген адамдарды көргенде өте сүйкімсіз. Мен міндетті түрде басыма орамалымды таққан, 5 уақыт намазын қаза қылмаған, балаларының амандығын, отбасының береке бірлігін тілеген, және осы жан-жақтан тәрбиеленіп, үлкен додаларда айтады ғой, баласы атқа шапса тақымын қысады деп. Қазірдің өзінде осы үмітімді ақтап жүрген шәкірттерімнің жұлдызының жанып, бәйгелерден оза шауып, бір ұстаздық, бір бақыттың дәмін сезген, қаумалаған шәкірттің ортасында өзімнің бір аналық, ұстаздық, осылай бір көрем. Ең бастысы сол ұлдарымның барлығын жақсы оқу орындарына түсіріп, жақсы адам болып қалыптасуына барымды салатын, ақылды, арлы, намысты, ұятты ана болу. Үлкен жауапкершілікті іс. Ол үшін сіз үнемі ізденіс үстінде болуыңыз керек. Сол заманға лайықты болу керек. Мен де сізге осы өзіңіз елестеткен күнге жетуді Алла нәсіп етсін деп тілеймін. Шығармашылық табыс тілеймін. Әрқашанда жұлдызыңыз сөнбесін. Қызыңыздың да өзіңіздің де бағыңыз беселі болып, халықтың алдында жадырап, жарқырап жүре беруіңізге тілектеспін. Егер де сіздің біздің көрермендерге айтар тілегіңіз болса, осымен хабарымызды аяқтап, өкінішке орай эфирдің уақыты шектеулі, айтатын дүние өте көп. Мен енді айттым ғой, киелі Маңғыстау, бұл қала, бұл өңір мен үшін ыстық, өйткені менің өмірлік серігім Қыдекең, мен осы сіздің қалада таныстық, табыстық, таныстық болғанда табыстық, сол жерде мына Каспий теңізінің жағасында жүрегін ұсынып, осындай маған деген сезімін білдіріп еді. Соған мынау сіздің теңіз куә, жүзіп жүрген аққу куә, бір әп-әдемі бір қала ғой, бір қасиет дарыған бір кісілерінің, бір ұл қыздарының бойында бір мәрттік бар, бір өздеріне тән бір ерекшелікті байқаймын. Қазақтың бір қаймағы бұзылмаған ел. Сондықтан да көп дүниені көрісу деген сіздерде амал мерекесі деген бір ғанибет, көп қазақ біле бермейтін, әлі қанына сіңіп берген, әдетке айналмаған біздерге әлі де болса бір таңсық осы дәстүрлердің барлығын ұстанып, соны керемет қылып, әрбір тойға мынау келіндерінің қызыл бешпет, ақ орамалдарын тағып жүретіні, бір осының барлығы бір киебі, бір қасиет сезем. Ұнайды маған, өте бір сол қыз келіншектерге қарап отырып, өзімнің қазақ болып туғаныма тағы бір көзім жетіп отырады. Сондықтан да біз білмейтінімізді осы сондай бір елдегі үрдістерге қарап отырып бой түзеуіміз керек, үйренуіміз керек, қайталауымыз керек. Сол кезде ғана біздің дәстүріміз кеңінен қанат жайып, жан-жаққа өркендейді, өседі, дамиды, насихатталады. Сондықтан да не дейміз? Сіздің елге, біздің елден жалын сәлем. Ақтауға барғанда ерекше күй кешемін. Ақ жаулықты аналар осы орамалдарын ырымдап иығымызға жауып жатады, қолындағы мынандай сақиналарын тағып жатады, айналайын деп. Соған не жетсін? Біз сондай халықпыз, дархан халықпыз. Ниет пейіл көңіліміз тарылтпасын. Көргеніміз тек жақсылық той болсын.
барлық жақсылықты тілеймін. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Егер де пікірлеріңіз, лебіздеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, төменгі жақта қалдырсаңыздар болады. Эфирде жүздескенше.